Жаз мезгілі балалар мен жасөспірімдердің түрлі шаралар мен үйірмелерге қатысып, өздерінің сүйікті ісімен айналысуға мүмкіндік беретін уақыт. Осы орайда оқушылар сарайында 1 маусым балаларды қорғау күніне орай жаз қызығы көңілді демалыс атты танымдық сауықтыру іс-шарасы өтті. Мерекелік бағдарлама жас өнерпаздар үйірмеден үйренген өнерлерін көрермендерге паш етті. Мектеп жасындағы балалар үшін жаз мезгілінің маңызы ерекше. Жыл бойы ұзақ оқу мен емтиханнан өткен бала демалысты асыға күтіп, уақытты барынша қызықты, әрі көңілді өткізуге тырысады. Сондықтан бұл мезгілде бала өзінің сүйікті ісімен айналысып, түрлі шаралар мен үйірмелерге қатысуға мүмкіндік беретін уақыт. Бала денсаулығын, ой қабілеті мен спортқа бейімін нығайту шараларын дұрыс өткізу, оның жаңа оқу жылын сергек бастауына септігін тигізеді. Осы орайда оқушылар сарайында жаз қызығы көңілді демалыс атты танымдық сауықтық бағдарламасы өтті. Бағдарламаның мақсаты жаз бойы жұмыс істейтін үйірмелерді жарнамалау дейді ұйымдастырушылар. Өтіп жатқан іс-шара жаз қызығы көңілді демалыс деп аталатын танымдық бағдарлама. Бұл бағдарламаның мақсаты мекемеміздегі жаз бойы жұмыс жасайтын үйірмелерді жарнамалау. Жалпы оқушылар сарайы біз жыл бойына жұмыс жасаймыз. Қыркүйек айынан мамыр айына дейін ол оқу жылы барысы болып есептеледі. Оқу жылы аяқталғаннан кейін жаз айларына біз тағы да жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы биылғы оқу жылында қыркүйек айынан бастап мамыр айына дейін бізде 4990 бала қосымша білім алды. Бүгінгі өнер көрсетіп жатқан балалардың барлығы өзіміздің өнерпаздар жыл бойына өзінің осы үйірмеден үйренген өнерлерін көпшілікке жария етуде. Мерекелік шарада үйірмеге қатысатын Балдәурен алтын ғасыр атты топтардың өнерлі өрендері ән айтып, жас бүлдіршіндер би билеп, мерекеге сән берді. Шараға Шымкент қаласы білім басқармасы, қосымша білім беру оқу салалық орталығының өкілдері қатысып, балаларды мерекемен құттықтады. Онымен қоса жас өнерпаздардың ата-аналары да арнайы қатысып, ұйымдастырушыларға өз алғыстарын білдірді. Біз өте көңіліміз толады осындай іс-шараға. Бүгін таңертеңнен тұрып дайындалып, қызымызды алып келдік. Міне Еркетай тобының атынан өнер көрсетті. Рахмет оқушылар сарайына және Шымкент қаласының әкімдігіне осындай шара ұйымдастырып жатқанына. Айта кетейік, оқушылар сарайында жыл бойы 122 үйірме түрі жұмыс жасайды. Алдағы уақытта оның ішінде жаз мезгілінде 40-қа жуық үйірме жұмыс істеп, 2000-ға жуық балаларды қосымша біліммен қамтымақ. Аружан Маттай, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.